Бұл университетке біріншіміз келіп тұрған, бірақ көп өзгерістер бар екен. Қазір еліміздегі маңызды университеттердің бірі. Соған осыдан 7 жыл жазған еңбегімді осында бүгін танысу болды. Оқушылармен кездестік. Шынымен де оқырмандар қарасаңыздар, енді күрделі болғанмен біраз игеріпті. Жастар, оқушылар, мектеп оқушылары, студенттер бар дегендей. Бүгін енді ұнаған жері негізгі мақсат халыққа жеткізу болды ғой. Мына біздің тарихымыз, мол тарихымыз бар, ашылмаған беттері бар, ақтаңдақтар бар дегендей. Осы жерге қатысты сол маңызды оқиғалар. Осыдан 7 жыл бұрын, 10 жыл болған оқиғалар осы жерде болған нәрсе. Соның бәрін бүгін айтып, түсіндіріп, бірден түсіну қиын, бірақ дегенмен де қазір 20 шақты ғылымның тоғысқан жері ғой кітапты. Негізі мақсатым халқымызды жеткізу. Біздің мол тарихымыз бар, мол мүмкіндіктер бар. Қазір жастарға жағдай жасалып жатыр. Қиын қыстау замандар болып жатыр, бірақ оған қарамастан халқымыз мықты, жастар болашағы жарқын. Соны бірақ жарқын болу үшін ғылыммен айналысымыз керек. Ертең осы университет ғылыми зерттеу университетінің атағын алайын деп отыр. Соны бір табан жақындады. Ректорларыңыз көп еңбек атқарып жатыр. Бүгінгі іс-шарадан алған әсерім өте керемет болды. Осындай ұлы тұлғамен кездесем деп ойламап едім. Және осындай жүлдеге ие болам деп ойламадым. Осындай құрметке ие болғаныма өте қатты қуаныштымын. Іс-шара өте керемет өтті.